Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселенің бірі. Спокойно, не сопротивляемся, нормально. Раз, два, три, 4, 5. Фамилия? Сыбайлас жемқорлық заман ағыммен бірге өсіп өркендеп, қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр. Сондықтан Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі басымдықтарының бірі осы кесапатпен күресу. В соответствии со статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан объявляем, что вы задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Вам разъясняется право пригласить защитника, право хранить молчание, и сказанное вами может быть использовано против вас в суде. Они, таких помещены, разложены на столе. Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлықпен оның көріністері деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке және оның институттарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат болып табылады. Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресуді Қазақстан Республикасындағы барлық азаматтар негізгі борышым деп білуі тиіс.